Қазір осы біздің тәуелсіз заманымызда домбыра өнері бар. 20 ғасырда болды. 18-19 ғасырда домбыра өнері, күй өнері өте қатты қарқындады. Қазақ хандығы кезінде күйлердің бәрі, Бәйжігіттің күйлері, мысалы Абылай ханның Көкбалағы деген, Кербалағы деген тамаша күйлер қалды бізде. Болмаса Абылай ханның Шаңды жорығы дейтін тамаша күйлер Қазақ хандығы кезеңінен қалған. Ал одан ары қарай кезеңді алатын болсақ, ол кезде мынау Қазақ хандығының ар жағында Алтын Орданың ыдырау кезеңі бар. Қазақ пен Ноғайдың айырылған кезеңі, оны тарихшылар Ноғайлы кезеңі дейді. Ноғайлы кезеңінен қалған күйлердің бәрі, мынау ел айырылған деген күйлер, Қазақ пен Ноғайдың айырылуы деген күйлер, бұлардың бәрі Сыбызғыда, домбыра күйлерінде өте көп қалған. Бұлардың бәрін тарихи күйлер дейді. Енді ары қарай баратын болсақ, Алтын Орданың дәуірі. Алтын Орданың дәуірінде ол Кетбұға атақты күйшінің, Шыңғыс ханның баласы Жошының өлімін естірткен. Ақсақ Құлан деген тараулы күйлері бар. Ақсақ Құлан, Жошыған деген күйлер, Құланның тебуі деген күйлер, Бес Құлан деген күйлер, Сынған бұғы деген күйлер. Осылардың бәрі сол Алтын Орда дәуірінен қалған күйлер деп ойлаймыз.